Бүгін мен сіздермен хвост дайындаймын, яғни сәнді чак-чак. Ол үшін фотодағы заттардың барлығы керек, барлығы описаниеда тұр. Қарап шықсаңыздар болады. Ең алдымен ұнға кішкене тұз саласыздар, үстінен қопсыз салып, және ерітілген сары майды құйып, бір штук жұмыртқаны салып, жақсылап қамыр илейтін боласыздар. Қамырыңыз қатты болған жағдайда үстіне кішкене жылымық, сүт араластырып жесеңіздер де болады. Қамырыңыз обязательно жұмсақ болуы тиіс. Хвост соған байланысты піседі. Жылы жерге жарты сағат, 1 сағатқа қойып, дәл осы видеодағындай қамыр жайып, кесіп, барлық видеода анық көрсетілген. Дәл осыны істеп, майға қуырып аласыздар. Майға қуырып болам дегенше дейін сироп дайындаймыз. Сиробына шекер, су, кішкене лимон және де мед төртеуін жақсылап араластырып отта қыздырасыздар да, оттан түскен хворсты осы сиропқа бір-бір малып алсаңыздар, барлығы дайын болады, дәл видеодағындай шығады.